Сәлем қыздар, екші таңғы астарын әзірін дайындаймыз. Екі түрлі балаларға арналған осындай шұжықты алып, шпажкаға өткізесіздер. Пышақтың көмегімен айналдыра кесіп шығасыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Және де қолдарыңызбен былай ашып жібересіздер арасын. Одан кейін тұздық дайындаймыз. Бір дана жұмыртқа, бір ас қасық ұн, кішкене тұз. Соған батырып, шұжығымызды қуырып аламыз, аз ғана май құйып. Барлық жерін қызартып алып қуырамыз. Мінекей осымен бірінші таңғы асымыз дайын, балаларға арналған. Өте дәмді жасап көріңіздер. Екінші таңғы асымыз ағаштан жасалған. Сосискамыз осылай басын кесесіздер, және дөңгелектеп бір қуырып аласыздар. 2 дана жұмыртқаны қуырып аламыз. Міне жартылай бөлесіздер. Ағаштың бұтағын орнатамыз, жапырақтарын қойып шығамыз. Дайын.